Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын қантсыз, ұнсыз асқабақтан керемет торт жасап үйрететін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, бал, корица қалауынша және де жүгері ұны керек. Басқа да кез келген ұн түрін пайдалануға болады, яғни сұлы ұны деген секілді, және де буға пісірілген асқабақ, және де түрлі осындай орех түрлерін, және де кептірілген жеміс түрлерін пайдалансаңыздар болады. Мен мейізді пайдаланатын боламын. Тіпті ешқайсысын пайдаланбауға да болады. Бірінші кезекте біз асқабағымызды жақсылап езіп аламыз, яғни бірыңғай масса болғанша. Ендігі кезекте жұмыртқалы массамызды жасайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаларымызды ыдысымызға жарып алып, үстіне бал қосып, жақсылап біздің бал мен жұмыртқамыз толық бірігіп кеткенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Яғни миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғары жылдамдыққа көтере отырып, біздің жұмыртқалы массамыз екі есе көтерілгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей, енді кезекте оған ерітілген сары майымызды қосамыз, және де жаңағы дайындап қойған алдын ала асқабағымызды қосатын боламыз. Корицаны қосу, қоспау қалауларыңызша, мен кішкене дәм иіс беру үшін аздап қостым. Қоспауға да болады. Енді массалар толық біріккенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей бізде осындай керемет түсі, яғни сап-сары керемет масса шығады. Енді кезекте жаңағыдай жүгері ұнымызды ситадан өткізе отырып қосатын боламыз. Мен аздап қопсытқыш қостым, яғни өте аз мөлшерде қопсытқышты да қолданатын боламыз. Және де мен жаңағыдай ұнымызды екі бөлікке бөліп қосатын болам. Яғни сіздер 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыздар болады. Және де біз міндетті түрде ұнымызды ситадан өткізе отырып қосамыз. Кез келген ұнды міндетті түрде ситадан өткізу керек. Мінекей бізде осындай қою қаймақ тәрізді масса шығады. Енді жаңағы біздің орехтерімізді және мейізімізді қосатын боламыз. Сіздер қалауынша жаңағыдай фундук, пурагаларды да қосаңыздар болады. Одан әрі дәмді болып шығады. Енді кезекте мен 22-ші диаметрде пісіретін боламын. Сіздер қалауынша 20-ші диаметрде де пісіруге болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-35 минут көлемінде пісіретін боламыз. Әркімнің пешіне қарай әртүрлі пісуі мүмкін. Мінекей дайын болды, піскенін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Енді толық суығанша қойып қоямыз. Толықтай суы керек. Біздің коржымыз суығанша крем дайындайтын боламыз. Бізде кремге табиғи бал, сливки 33%, және де творожный сыр 69% творожный сыр қолданатын боламын. Алдымен творожный сырымызбен
балымызды жақсылап толық біріккенше миксерлейтін боламыз, яғни балымыз бен творожный сырымыз толық араласып кетуі керек. Енді кезекте сливкімізді қолданамыз. Және де осы массамыз толық біріккенше, бірыңғай масса шыққанша толықтай миксерлейтін боламыз. Және сливки жайлы айта кететінім, бізде тек қана натуральный сливки қолданыңыздар, випак секілді сливкилар жарамайды. Мінекей біздің массамыз осындай өз формасын ұстайтындай масса шығуы керек. Яғни ыдысымызды төңкергенде масса ағып кетпеуі керек. Енді тортымызды құрастыруды бастаймыз. Алдымен кольцомыздан қоржды босатып аламыз. Мінекей осылай керемет болып шығады. Енді бізде бұл көтерілмейді қатты, қатты. Енді осыны теңде екіге бөліп аламыз. Мінекей ішінің өзі керемет, түрлі дәнді дақылдармен керемет көрінеді. Және мен ішіне қатырылған жидектерді қолданатын болам, яғни құлпынай және малинаны қолданамын. Тортымызды құрастырып бастаймыз. Алдымен шетіне крем жағып аламын. Және мен шетін толықтай түзулемеймін. Енді жақсылап ортасына жағып тегістейтін боламыз. Енді жаңағы біздің жеміс-жидекті салу үшін сіздер өз қалауынша кез келген жеміс-жидекті пайдалансаңыздар да болады, пайдаланбауға да болады. Осылай бортер жасап, ортасына жеміс-жидектерді салатын боламыз. Енді кезекте екінші қоржымызды қоятын боламыз, яғни беткі бетін қоятын боламыз, яғни теріс аударып. Менде кішкене мына жері бөлініп қалды, сіздер де абайлаңыздар, себебі біздің қорж өте сыңғыш және де үгітілмелі, яғни песочный болып келеді, сондықтан осылай бөлініп қалуы мүмкін. Енді бетіне тек қана мен қалған кремді жағып шығамын. Бетін толық әсемдемеймін, тек қана мен жаңағыдай фисташкамен әсемдейтін боламын. Басқа артық ештеңе қолданбаймын. Сіздер қалауларыңызша, яғни бізде органикалық қара шоколадтарды, яғни қантсыз шоколадтарды қолдансаңыздар болады бетін әсемдеуге. Кез келген жеміс-жидек түрін өзіңіздің қалауынша кез келген затпен әсемдеуге болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді біз қорж бен крем бір-біріне әбден үйлесім тапқанша тоңазытқышқа салатын боламыз, яғни 2-3 сағат кем дегенде. Мінекей біздің тортымыз 3 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Мінекей бізде осындай керемет болып шығады. Ортасы сондай керемет, толықтай піседі.
сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Қантсыз да, ұнсыз да осындай керемет торттар жасауға болады. Міндетті түрде жасап отбасыңызды қуантыңыз.